Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Бүгін осындай ерекше дәмді, ауызда еритін шоколадты сметанникті жасаймыз. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізде міндетті түрде бөлме температурасындағы еріп тұрған майымыз қажет болады. Осы майға енді бір жұмыртқаны, одан кейін қантты қосып, біздің массамыз біркелкі болғанша барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Видеоның описание бөлімінде барлық құрамдары жазулы тұр, содан қарасаңыздар болады. Біздің массамыздың барлығы біркелкі болып, сұйықтау болып өзгергеннен кейін енді оған құрғақ ингредиенттерін саламыз. Яғни ұнды, қопсытқышты және де какаоны қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Ұнды салған кезде екіге бөліп саламыз. Бірінші жарты бөлігін саламыз. Енді қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырды диаметрі 23 см болатын осындай формаға әдемілеп жайып шығамыз. Енді біз ішіне салатын начинкамызды әзірлейміз. Ол үшін бізге 20% қаймақ керек. Оған қантымызды қосамыз, жұмыртқамызды қосамыз. Қаймақты қосқан кезде бетінде су болса, суын төгіп тастаңыздар, яғни қаймақтың тек қана қою бөлігін қосамыз. Енді оған бір ас қасық жүгері крахмалын қосып, барлығын жақсылап осылай бір мезетте біркелкі етіп араластырамыз. Дайын болған салмасын енді қамырына құйып 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын болғаннан кейін бірінші суытып аламыз, одан кейін осындай бетіне шоколадты ерітіп қисаңыздар болады. Достар, міндетті түрде ауызашарға жасап көріңіздер. Ерекше дәмді үй жағдайында жасалатын сметанник. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.